Assalamu alaikum dostlar, arнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен Корей дорамаларындағыдай рамен жасап үйренетін боламыз. Үй жағдайында бар заттармен жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Раменді етпен және тауық етімен де жасауға болады. Бүгін біз тауық етінен жасайтын боламыз. Тауық етін ең алдымен біз маринаттаймыз. Ол үшін бізге аз ғана тұз, қызыл тәтті паприка бізге тауық етін түсін анық әдемі ету үшін қажет болады. Түс беру үшін қосамыз. Егер де осындай рецепті көбірек көргілеріңіз келсе, каналыма тіркеліп, жаңадан рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Енді қара бұрышымызды саламыз. Бізге маринадқа соя соус және майонез қажет болады. 2 ас қасық жеткілікті. Соя соус мен майонезді маринадқа тауық етіміз құрғақ болмай үшін, яғни сочный болып шығу үшін қосатын боламын. Соя соусын қосқаннан кейін жақсылап араластырып, майонезді ең соңынан қосамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін тауық еті 20 минуттай маринадта тұру қажет. Дүкеннен дайын рамен кеспесін алмай-ақ, осындай үйдегі кеспелерден де рамен жасауға болады. Мен осындай кеспеден бүгін 6 адамға дайындайтын болам раменді. 4 штук маған жеткілікті. Маринадталып болғанша мен жұмыртқаларымды пісіріп алатын боламын. Су құйып және үстіне көп мөлшерде тұз салып жіберіңіздер. Тез оңай ашылуы үшін тұз салыңыздар. Газға 15 минутқа пісіріп аламын. Міне тауық еті маринадталып болды. Алдын ала қысып тұрған пешке 20-25 минутқа пісіріп алатын боламын. Енді біз дәмдеу үшін, яғни приправасын жасайтын боламыз раменнің. Ол үшін көк пияз және де сарымсақ қажет болады. Осыларды майдалап жақсылап турап, майға қуырып алатын боламыз. Енді қызып тұрған майға біз көк пиязымыз бен сарымсағымызды салып қуырып алатын боламыз. Көп ұстамаймыз, 1-1,5 минут жеткілікті. Қуырып жатып, үстінен специялар саламыз. Менде бұл жерде қызыл тәтті паприка және де қызыл ащы бұрыш бар. Егер сіз ащыны жақсы көрсеңіз, қызыл ащы бұрышты көбірек сала беріңіз. Осылай салып, араластырып бір қуырып аламыз. Міне біздің жұмыртқамыз да дайын болды. Осылай сізде оңай ашылу қажет. Енді кеспемізді пісіріп алатын боламыз. Кеспені пісірместен бұрын осылай менде алдын ала дайындалған сорпа бар, еттің сорпасы. Мен соған жаңа қуырылған дәмдеуішімді салдым. Үстінен осылай кеспемді саламын. Міне біздің кеспеміз пісіріп жатыр. Қатты езіліп кетпеу керек. 10 минуттай кеспемізді пісіріп аламыз. Дайын болған раменнің үстіне осылай көк пиязды қиғашынан турап әдемі етіп салып ұсынсаңыздар болады. Немесе басқа да шөптермен, укроп, кинзамен алмастыруға да болады. Жұмыртқамызды да кішілеу етіп, яғни жегенге ыңғайлы етіп, 4 бөлікке бөлеміз. Міне біздің раменіміз дайын болды. Негізінде раменнің өзінің сорпасы көбірек болғаны жақсы. Менде артық сорпа болғандықтан
мен бір сорпада барлық кеспемді пісіріп алдым. Осылай кеспемізді салып, үстіне сорпасын құйып, тауық етін, жұмыртқамызды және көк пиязымызды салып ұсынатын боламыз. Өте тойымды раменіміз дайын. Егер де рецепт сізге ұнап, пайдалы болып жатса, каналға тіркеліп, лайк басып және өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.